Сәлем достар, қалайсыздар? Менің дайрегіме ең көп келіп түсетін сұрақтың біріне жауап берейін. Ол декретке миллионмен шығуға болады ма деген сұрақ. Жауабы әрине болады. Егер де сіз осы ең басты 3 қадамды жасасаңыз. Бірінші қадам ИП ашу, яғни ИП тіркеу. Екінші қадам кассалық аппарат орнату. Немесе оны онлайн түрде орнатуға болады, немесе аппаратын сатып алуға болады. Кейбір адамдар ИП счеттарын көрсетеді. Яғни бұрыннан жұмыс істеп тұрған ИП болса, ИП счеттарын арнайы банктен арқылы көрсетуге болады. Ал үшінші жолы ол налогтарды төлеу. Яғни өздеріңізге налогтарыңызды төлейсіздер. Міне осы бар жоғы 3 қадамды жасау арқылы декретке миллионмен шыға аласыздар. Енді достар, тереңірек үңілейік. Ең бірінші мен сіздерге айттым, ИП ашу қажет дедім. ИП ашқаннан кейін, оны сіздер тек әшейін барып аша салмайсыздар ғой, оның арнайы өзінің режимі болады. Режимді дұрыс таңдау қажет. Одан кейін ИП-ны бұлай аша салмайсыздар, өздеріңіздің кәсіптеріңіз болу қажет. Бірдемемен айналысу қажетсіздер. Яғни біз қыз келіншектер, әйел қауымы үнемі бірдемемен айналысып жүреміз ғой. Сол кәсіптеріңізді заңдастыруларыңызға болады. Міне сол арқылы түскен табыстан, доходтан сіздер налог төлейсіздер. Сол себептен ең бірінші ИП ашқан кезде ИП режимінен қателеспеңіздер. Бізге ең оңай осы қазіргі уақытта актуальный болып тұрған режим ол упрощенка режимі. Міне осы ең басты режим. Осы режимді таңдағаннан кейін барып, сіздер келесі шарттарды орындай аласыздар. Түсініп отырғандарыңызда ең бастысы ол кәсіп болу қажет. Просто так барып, мен осы декретке миллионмен шығайын деп едім деген сияқты оймен барып ашуға болмайды. Сіздер өздеріңіздің кәсіптеріңізді заңдастыру қажетсіздер. Сіздер тоқисыздар ма, әлде оқисыздар ма, біреуге барып оқытасыздар ма балдарды, немесе бір кәсіппен айналысасыздар ма, міне соны көрсетесіздер міндетті түрде. Осыны еске сақтап алыңыздар. Бұл бізде бірінші шаг бойынша тереңірек қарастырдық. Ең бірінші сіздерде ИП упрощенка режимінде болу керек. Екіншісі ол сіздерде белгілі бір кәсіппен айналысу қажетсіздер. Келесі қадам достар, ол кассалық аппарат деп айттым. Екінші қадамды кассалық аппарат дедім. Енді бұны да тереңірек тыңдаңыздар. Кассалық аппарат егер орнатылмайтын болса, мұнда міндетті түрде штрафқа ілігесіздер. Соның себептен екінші пунктті ұмытпаңыздар. Сіздердің жаңағы кәсіптен түсіп тұрған доходтарыңыз прозрачно көрініп тұру керек, ол қанша түсіп тұр, қалай болып тұр, соның барлығы кассалық аппарат арқылы дәлелдеуге болады. Сол себептен кассалық аппаратты міндетті түрде қондырасыздар. Оны сатып алуға болады. Өздеріңіздің бизнеспен айналысып жатсаңыздар, немесе оны онлайн түрде де көрсетуге рұқсат етілген арнайы бағдарламалар бар. Сосын кассалық аппараттың кассалық өзінің неше түрлі версиялары бар. Өздеріңізге ыңғайлысын таңдап алыңыздар. Ал егерде тағы да бар ғой, егерде сіздерде банкте счеттарыңыз болса, сол счетқа келіп түскен ақшаларыңызды доход ретінде көрсете аласыздар. Ал енді достар, үшінші қадамды тереңірек қарастырайық. Мен үшінші қадамды налог төлеу қажет дедім, Налогты ең басты сіздер төлейтіндеріңіз 3 басты налог бар. Олар пенсионка, міндетті түрде төлеу қажетсіздер, соцотчисление және де медстрахование. Осы үшеуі міндетті түрде жүреді. 2023 жылы ИПН қосылады, подоходный налог. Осылардың барлығын сіздер төлеп жүрсеңіздер, барлығы уақытымен, ешқандай пениясыз, егер пения болып қалған жағдайда оны минус қылмай, кәдімгідей пениясын төлеп, сосын барып документтерді тапсырасыздар. Ал егер пения мен минуспен тапсыратын болсаңыздар, онда декретке отказ келу мүмкін. Келеді да тіпті, себебі минус қой. Сол себептен барлығын уақытылы төлеп отырасыздар, және де белгілі бір сумманы аударып отырасыздар. Ол сумма туралы қазір айтамын. Достар, сіздерде заңды сұрақ туады. Менде ай сайын налогты қанша төлеймін деп, қалай төлеймін деген сияқты сұрақтар болады, міндетті түрде. Ол сұрақтарға жауап берейін. Мен мысалы қазір сіздер менің видеомды қарап отырсыздар, ал мен сіздерге белгілі бір сумманы айтсам,
осылай төлейсіңдер, осындай нақты сумма деп айтатын болсам, ол келесі жылы ол не актуальный болып қалады да, ол сумма МРП өзгеріп кетеді. Мынаның барлығы дұрыс, келе жатыр, ИП ашу керек, оның барлығы дұрыс, кассалық аппарат орнату, бірақ осы жерге келген кезде сәл өзгерістерге енеді. Себебі жыл сайын МРП өсіп жатыр ғой. Сол себептен мен сіздерге дәл осындай сумманы төлейсіздер деп дәл қазір айтпаймын, бірақ Инстаграмымда жазылып тұр, осы жылы қанша төлеу керектігі. Келесі жылда жазылады. Сол себептен жазылып кетіңіздер Инстаграмға, и ары қарата сіздер біліп отырасыздар қанша төлейтіндеріңізді. Одан кейін медстраховка, мысалға мен сіздерге айта кетейін қысқаша. Медстраховка ол әр жыл сайын өзінің белгілі бір шегімен көрсетіп отырады. Бүкіл ақпараттық желіде жарияланады негізінде. Одан кейін пенсионканы ол өздеріңіздің қаражаттарыңызға байланысты, яғни зарплата қанша аласыздар, соған байланысты төлейсіздер. Соцзачисление дәл солай. Сіздердің алып отырған ай сайынғы ИП-дан алған зарплаталарыңызға байланысты төлейсіздер. Ал қанша төлейтіні туралы ақпаратты жаңа ғана айтып кеттім. Инстаграм желісінен қарай аласыздар. Осы басты 3 қадам. Қазір осыған қатысты декретке миллионмен кімдер оны ала алады, кімдер ИП-ны мүлдем тіркей алмайды, сол туралы жауап беретін боламын. Енді біздер мына мәселеге келдік. Кімдер ИП аша алады, кімдер аша алмайды. Мен сіздерге айтайын, кімдер аша алмайтыны туралы. Олар бізде прокуратура, сот органдары, акиматта жұмыс жасайтындар, сосын мына жұмыспен қамту орталығында белгілі бір уақытта жұмыс жасайтындар бар ғой, жұмыспен қамту орталығына барып, жұмыс алып, солмен практикант ретінде жұмыс жасап жүргендер бар ғой, вот солар ИП аша алмайды. Олар артық жұмыс жаса алмайды деген сөз. Яғни ИП деген қосымша табыс көзі ғой, бизнес қой былай қаратсаң. Ол адамдар бизнес аша алмайды. Түсінікті ғой. Ал қалғандарымыздың барлығы ИП аша аламыз. Сосын маған өте бір сұрақ көп келеді. Мынандай сұрақ: мен мектепте жұмыс жасаймын, маған, немесе мен медикпін, маған ИП ашуға бола ма, декретке миллионмен шығуға бола ма, бизнесін дамытуға бола ма деп. Я, әрине болады, сіздерге болады. Жаңа болмайтындарды осының алдында атап кеткен болатынмын. Олар босқа ертең декретке миллионмен шыққан кезде отказ алады. Сосын келесі сұрақ: неге декретке миллионмен шыққан кезде отказ келеді? Не себепті? Мен қазір сіздерге жауап беретін боламын. Достар, отказдың ең басты көп келетін түрі, олар декретке миллионмен шыққан ханымдар, әсіресе көбісі, барлығы деп айтайын, пенсионкасын минималкамен құяды. Зарплатасы минималка бойынша құяды. Ол туралы заңда бар. Сол себептен оған көбінесе отказ келгенде доработка көп келеді, көп сұратады. Неге сен жаңағы пенсионканы аз құйдың деген сияқты сұрақтарды өте көп қояды. Оған жауап беру қажет, пояснительный жазу керек. Ал кейбіреулерге қоймайды, солаймен жаңа декретке миллионмен шығарады. Сол себептен сол сұраққа уже дайын жүріңіздер. Оның арнайы заңы бар. Неге сіздер пенсионка аз құясыздар, соған байланысты. Бірақ пенсионканы көп құйған, ол өздеріңізге де жақсы. Ертең бір кредит алсаңыздар да, үй алсаңыздар да, сіздерде пенсионка жоғары болған жақсы. Және тағы да бір көп отказ келетін тағы біреуі доход пен зарплатының екеуінің сәйкес келмеуі. Осы көп отказ келеді. Негізінде құжаттардың барлығын дайын жүресіздер. Себебі сіздер не себепті барлық қадамдарыңызға жауап бересіздер. Объяснительный, пояснительный, сол үшін. Ал декретке миллионмен сопровождать ететіндердің жұмысы не ол? Олар ИП-ны алады, ИП-ңызды ашып береді, режимін дұрыс таңдап береді, кассалық аппараттарыңызды дұрыс орнатып береді, доходтарыңызды қалай көрсету керек, сол туралы көрсетеді. Сосын жаңағы декретке миллионмен шығарда қандай құжаттар тапсыру керектігін, ол құжаттардың барлығын сіздерге дайындап береді. Отказ келетін болса, сол отказдармен жұмыс жасайды. Объяснительный болса, объяснительный, пояснительный, соның барлығына сіздердің ат и до жұмыстарыңызды мойныңызға алады. Ең соңында ИП-ларыңызды жабады, немесе арғарда тоқтатып қояды. Белгілі бір уақытта тоқтатады ғой бизнесті. Сол себептен егер де қорқатын болсаңыздар, онда міндетті түрде сопровождение алғандарыңыз жөн деп ойлаймын. Егер қағаздан шамалы жаңағы есеп-хисаптан жоқпын дейтін болсаңыздар, онда сопровождение алғандарыңыз дұрыс. Сіздердің бухгалтерияңызды жауап береді, ал сіз өздеріңіздің жұмыстарыңызды кәсіптеріңізбен айналыса бересіздер. Сосын мына сұраққа жауап беруге ұмытып кеттім, жауап берейін. 7-ші айында декретке қандай құжаттар тапсырады? Олар
больничный лист міндетті түрде. Егер екі жұмыс жасайтын болсаңыздар, екінші больничный лист, оны толтыру қажет. Сосын удостоверениелеріңіз, банктен счеттарыңыз міндетті түрде, талон уведомлениелеріңіз және де лицевой счеттарыңыз, осылар қажет. Тағы да артық құжаттар қажет болатын болса, декларация деген сияқты отчеттің уақыты болып қалатын болса, онда оны да сұратады. Достар, мен де сол сопровождение жасайтын адамдардың бірімін. Егер де менің сіздерге услугам қажет болатын болса, онда маған тікелей инстаграмыма шығуларыңыз болады. Ол жақта номерім де барлығы тұр. Сол себептен, егер де өздеріңіз жүргізе алмасаңыздар, маған да тапсыруларыңызға болады. Ал егер өзім жүргіземін десеңіздер, мен сіздерге типтегін барлық пошагово не істеу қажет барлық ақпаратты бердім. Достар, мен сіздерге көп информация бердім деп ойлаймын. Бұл жерде, бұл видеода барлығы бар. Сіздердің іздеген, ойлаған, бастарыңыз қатқан бүкіл сұрақтарыңызға жауап бердім. Тіпті ақпараттың барлығын өзіңіз қолыңызға алып жасауыңызға болады. Ал егер де жаңағы қосымша сұрақтарыңыз тап болатын болса, онда менің инстаграм аккаунтым, мен сол жақта жауап беремін. Сұрақтарыңызға публикациялар жариялаймын, сол жерде оқып қарауларыңызға болады. Одан кейін айтатыным, тек қана декретке миллионмен туралы ақпарат емес, сонымен қатар егов қызметтері туралы. Егов қызметтері бойынша сіздерге онлайн услуга жасаймын. ЭЦП ашу, справка алып беру, баланы садикке орналастыру, немесе мектепке деген сияқты басты қажетті дүниелерді инстаграмда да жариялап отырамын. Осы YouTube каналымда да жариялап отырамын. Сол үшін тіркелуге ұмытпаңыздар. Өте типтеген ақпараттар сіздерге оңай жолмен түсіндірдім. Сіздермен болған қуаныштымын. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.